Біреу немесе бірдеңе есікті табандылықпен қақты, бірақ содан кейін толық тыныштық орнады. Мен түсірілім алаңындағы көршіміздің таныс дауысын естідім. Ол есікті ашуды өтініп, тұз алуға келгенін айтты. Мен саңлауға қарадым. Нина апай шынымен сол жерде тұрды. Оның мейірімділікке толы көзқарасы мен тұрақты күлкісін мен бір шақырымнан кейін танитын едім. Мен есікті дірілдеген қолдарыммен ашып, жан жағыма қарадым да. Бірінші сұрағым, ол кіреберісте жасыл көйлек киген әйелді көрді ме деп сұрадым. Ол күлді де, бұл жаста кездесуге әлі ерте екенін айтты. Мен ас үйге тұз алуға бардым да, Нина апайдың ішке кіруін өтіндім. Әлі де сол ессіз әйел сол жерде тұр деп қорықтым. Бірақ Нина апай кіруден бас тартты. Ол етті тезірек пешке салу керектігін айтты. Мен есікке тұзбен қайтып келе жатқанымда, ол жерде ешкім жоқ. Есік ашық және сықырлап тұрды. Есікті тез жауып тастады да, көршіме тағы да тұз керек болса, ол қайтадан келіп қағады деп ойлады. Бәлкім, пеште бірдеңені ұмытып, қайта жүгіріп кетті. Қорқыныш аздап, басыла бастады. Мен тұзды орнына қою үшін ас үйге қайттым. Ас үйге келе жатып, мен қара сұлбаны көрдім. Басында маған солай көрінді деп ойладым. Бірақ жоқ, терезенің жанында біреу тұрды. Ас үйдегі шамдар жыпылықтап тұрды. Мен қатты қорқып кеттім. Енді қозғала алмадым. Киімнің сұлбасынан мен оның Нина апай екенін түсіндім. Бірақ ол терезеден қарап тұрып, үнсіз қалды. Сіз басқа адамдардың терезелеріне қарағанды ұнатасыз ба? Кола. Мен суық тер төгіп, денемді қорқыныш билеп алдым. Мен ғана кіреберіске немесе жатын бөлмеге жүгіргім келді. Өйткені оны қатты, арық және суық қолдары ұстап алды. Бірақ мен жүгіріп шығып, жақын маңдағы бөлмеге, жатын бөлмеге жүгірдім. Мен бөлмені жауып үлгердім. Ол ішке кіріп шыға берді. Мен мұның бәрі арман болсын деп тұға, сонда бәрі бірден тоқтайды. Содан кейін кенеттен тыныштық орнады. Мен дәлізде біреудің біздің пәтерге кіріп бара жатқанын естідім. Бұл ана еді. Анам аусымнан келді. Мен құтқарылдым. Мен оны қарсы алуға көз жасыммен жүгірдім. Мен ештеңе айта алмадым. Ол мені құшақтап, "Не болды? Мен неге жылап, дірілдеп тұрмын?" деп сұрады. Мен оның иығынан сыбырлап, бір ауыз сөз айта алмадым. Қатты қорықтым.